Сәлем оқушылар. Ал бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Ал егер дайын болсақ, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы Pygame кітапханасы. Pygame және оның кітапханасын қалай қосуға болады? Бұл сұраққа жауап алудан алдын біз компьютерлік ойын туралы ақпарат алайық. Ойын адам ойлап тапқан ең үздік өнертабыстардың бірі. Соңғы 25-30 жыл ішінде компьютер техникасының дамуымен бірге компьютерлік ойындардың да сан алуан түрлері пайда болды. Десек те, өзің құрған сценарий және ережелер бойынша ойын жасағанға не жетсін? Ойын жасау үшін компьютерде графиканы құру, оған дыбыс қосу оңай шаруа емес. Ойын жасауға қолайлы ортаның бірі Python программалау тілінің Pygame модулі болып саналады. Енді осы Pygame модулін пайдаланып, ойын жасау жолдарын үйренейік. Pygame модулі Python программасынан бөлек орнатылады. Қажетті нұсқасын ссылка адресі арқылы көшіруге болады. Python программасына Pygame кітапханасын орнату үшін бастау барлық программалар стандартты командалық жол. Мысалы, Windows 7 нұсқасы үшін командаларын орындаймыз. Командалық қатарға pip install Pygame командасын теріп, Enter пернесін басамыз. Бірінші суретте бұл көрініп тұр. Ал енді оқушылар, есімізде сақтайық, pip Python'да жазылған программалық пакеттерді орнату және басқару үшін пайдаланатын пакеттік басқару жүйесі болып табылады. Суретте көріп тұрғандай Pygame кітапханасы 100%-ға орнатылып, жұмыс істеуге дайын. Pygame орнатылғаннан соң ойын жүретін терезені жасауын керек. Программа бірінші кодты орындағанда экранда өлшемдері 640-480 пикселдегі қара фонды терезе пайда болады. Бұл біздің ойын тереземіз. Pygame'де кітапханасын іске қосады, Pygame'ді таныстырады және Pygame терезесіне өлшем береді. Pygame Draw командалары. Енді Pygame кітапханасына жататын шеңбер түзу және тік төртбұрыш сияқты геометриялық фигураларды салатын Pygame Draw командаларының қызметімен танысайық. Pygame модулінің беті сурет салу бетін Surface, қазақша бет, орысша поверхность деп атайды. Экран бетінде көрініп тұрған суретті Display Surface дейді. Мысалы, үшінші кодта бет скрин деп аталған, жалпы алғанда бұл модуль бойынша ойын құруды бірнеше бетті пайдалануға болады. Ал енді алдымызда сурет бейнеленген. Бұл суретте шеңбер, тік төртбұрыш және түсі сызылған. Бұл Pygame Windows терезесінде орындалған. Енді бұны қалай орындай керек? Келесі мына тереземізде берілген шеңбер салу, тік төртбұрыш салу, түзу салу. Барлық үшеуінің де кодтары әрбіріне берілген. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, жеке жұмысқа мен берейін. Pygame модулінің қызметі қандай? Pygame модулін қалай іске қосуға болады? Геометриялық фигураларды салу үшін қандай командамен таныстың? Pygame'де түстер қалай таңдалады? Осы сұрақтарға жауаптарды менің өзім жеке чатыма WhatsApp'та жіберсеңдер болады. Ал енді бүгінгі сабақты қорытындылай келіп, үй жұмысын берейін. Үй жұмысына 4-ші суретте берілген тракторды Pygame Draw командалары көмегімен салу программасын құрыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.